Менің отаным Қазақстан. Қазақстан тәуелсіз мемлекет. 1991 жылы 1 желтоқсанда өзіміздің президентімізді сайладық. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Отанымыздың өз рәміздері бар. Тәуелсіздікті алу еліміздің барлық халықтары үшін аса маңызды тарихи оқиға. Қазақ елін әлемнің басқа да елдері тани бастады. Жері байдың елі бай демекші, Жетісу облысындағы орналасқан Жаркент өңірінің тарихи тұлғалары мен сакралды орындарын таныстырып өтейін. Жаркент өңірінен шыққан тарихи тұлғалардың бірі әйгілі суретші Әбілхан Қастеевке бүгінгі таңда 120 жыл толды. Дәнеш Рақышев, музыкант, композитор, Айтақын Болғаков, күйші, сазгер, Хелил Хамраев, ұйғыр ұлтынан шыққан ақын, жазушы, педагог. 1986 жылы 16 желтоқсан оқиғасының куәгерлері және батырлары: Ербол Спатаев, Ләззат Асанова, Бағдат Айтмұқаева, жазушы, ақын. Қазіргі таңда спорт әлемінің чемпионы Демеу Жадыраев. Жаркент жерінің көрікті әрі қасиетті жерлері: Әулиеағаш. Әулиеағаш 7 ғасырдың куәсі болған киелі ағаш. 7 адамның құшағы әрең жететін алып ағашты 4 дүниенің 4 қана жерінен кездестіруге болады. Бірі Қытайда, екіншісі Меккеде, ал үшіншісі біздің өңірімізге тамыр жайған. Оның бір тамырдан нәр алған 7 ағашы бар. Жұрт оны 7 ағайынды дейді. Келесі көрнекті жеріміз халық арасында Уәлибай мешіті аталып кеткен Жаркент мешіті. 19 ғасырдың соңында салынған сәулет көркем өнер музейі. Бұл көне ғимараттың таңғаларлық басты ерекшелігі құрылыста бірде-бір шеге қолданылмай ағаштың қиюласып салынғандығы. Бесшатыр ескерткіші. Іле өзенінің жағалауындағы сақ дәуірінің аса ірі ескерткіші. Бұл табиғи ескерткіштің Бесшатыр деп аталуының өзіндік бір сыры бар. Алыстан қарағанда бес төбе айқын көрінгендіктен оны Бесшатыр деп атап кеткен болатын. Бұл маңайдағы қорым құрамында үлкенді кішілі обалар көп. Ол жерде сақтар жерленген. Менің отаным тек табиғатымен ғана емес, халқының рухымен де мақтана алады. Қазақ халқы әрдайым қонақжайлығымен, кең пейілділігімен, достық қарым-қатынасымен ерекшеленген. Біз жас ұрпақ осы ұлы мұраны сақтап, одан әрі дамытуға міндеттіміз. Еліміздің тәуелсіздігі мен бейбітшілігі біздің ең басты байлығымыз. Оны қорғап, әрқашан мақтан ету баршамыздың борышымыз. Отанға деген махаббат пен мақтаныш әр адам үшін өмірінің ажырамас бөлігі болуы тиіс. Себебі біз отанымызбен бірге өсеміз, дамимыз және оның болашағын жасаймыз.